Бұл идея менің қызым өзі бала кезінен осындай өнерге құлшынып жүрді. Сосын мына подъездің іші бұл балаға ұнамай жүрді. Маған айтып жүрді 2014-тен бастап, мама, есіктің алдын әдемілейікші деп. Жақсы балам, жайлап бастаймыз, қолың кішкене өнеріңді үйрет дедім. Содан өзі қағаздарға салып, үйде отырып жаңа суреттер салып бастады. Содан әртүрлі өнерлерге өзі қызығып салып жүрді. Соның арқасында алдыңғы жылдан бастап қызым жайлап өнер салып бастап еді. Сосын арасында кішкене енді адамдар әртүрлі болады ғой. Содан кейін кішкене қой дау шығармай-ақ қояйық, тұра тұр деп едім. Содан қызымның қой өнері жауып қалмасын, бұл тума талант қой деп биыл қолға алдық. Биыл қолға алып, осы 15 мамырдан бастап қызым жайлап стенкке салып бастады. Салып бастағаннан кейін бір көршілерім қуанып, мә күшті екен, қызың дейді, тума талант деп сөйтіп қуандым. Содан қызым жайлап бастағаннан кейін шын айтқанда қаржытқа да тіреледі. Оның бір краскасының өзі өте қымбат ақшаға шығады. Содан жақсы деп біз мына шумдан алдық, ол жақтан да кішкене ақшасы қымбаттау болды. Ол бір алғаны ол жетпей қалады. Содан кішкене тоқтатып, сосын сайттарға заказ бердік. Одан кейін сосын жаңағы қай жақта шын айтқанда арзандау бар деп сондай іздетіп кішкене тоқтатып қойдық. Сосын тоқтатып, сол жақтардан сайттан тауып, оны кішкене бағасы төмендеу қалсын, сол жақтарға бастап, сосын биыл қолға алып, осы баланың өнері қалмасын деп, одан сайын күшейттік. Сөйтіп, Құдайға шүкір, бір ай жарымның ішінде бұл бала өнерін бастады. Күнде түс қайта өзіммен бірге шығып, өнерін салып бастады. Содан кейін біз жақта кішкене көршілер көре алмады. Сол өнерді салып бастағаннан кейін ба, кішкене дау шығарып, бетімізге айта алмаса сыртымыздан бүлдіріп бастады. Сол себепті мен оған кішкене ашынып, заң орындарына шықтым. Бірақ заң орнының адамдары бұны дұрыс түсінбеді. Бірақ бәріне топырақ шашпаймын. Үлкен жаңа учаскелік полицей Нұрлан Сәлімжанұлы дейтін, ол қоштады. Мә, апа күшті екен, қызыңыздың керемет өнері жақсы екен, подъездерге кіріп барғанда қорқыныш болмайды, подъездердің бәрінде лас сөз жазылып тұрады. Ол жігітке мен алғысым рахмет, оған қуандым. Одан мән бермесем, енді жасөспірімдердің ювенальный полициясы дейді, Алиева Шынар Берікқызы дейтін келіп, маған бұл вандализм, сіз заңды оқымағансыз ба, қай заңда жазылған көрсетші десем, міне, мынау вандализм, сіз үкіметтің стенкісін бүлдіріп жатсыз, сіз бүлдіріп қойдыңыз. Қалай бүлдіріп қойдым? Мынау менің қызымның өнері, қазақтың қыздары, біздің салт дәстүріміз, әр адам бұрын оянсын деп салған сурет десем, жоқ, бұны кетіріңіз, мен ескерту беріп тұрмын сізге, бұл вандализм. Мен қайтып келгенше бұл болмасын деді. Ол сөзге мән берген жоқпын. Бірінші Аллаға рахмет айтамын, екінші қызымның өнері қалмасын деп, Құдай деген адамдар бар шығар елшілікте, осындай өнерлі көп болсын, бүкіл подъездерге салынсын. Лиана дейтін журналист қызға рахмет айтамын. Ұлтты бөлмеймін, қуанып, жүгіріп келіп, қуанып, осындай суретіңіз салғанға рахмет, осындай балдар көбейсін деп, сол қыз бізді көтермелеп, қызыма мотивация беріп, Айзада ештеңе саспаңыз, осындай суреттер көп болсын, бүкіл жерде жікке қарап, пейске қарап отырмайды, анаңыздың арқасында салдыңыз, адамдар қуансын, ештеңе қарамаңыз деді. Айзада кішкене төменсіреп қалып еді, көршіміз бір аузына келген балаға сөз айтып, Сатыбалдина Тыныштық Күзембаева дейтін 600 пәтердің иесі болатын, оны мен заңға шағымдандым. Бірақ заң орындары неге екенін білмеймін, іс қысқартылды, бұда айғақ жоқ деп оны жауып қойған. Бұл қоғамдық орында айтылған сөз. Оны мен қалалық прокуратураға шағымдандым. Қалалық прокуратураның күтімі қашан болатын болды белгісіз. Неге біздің өнерлі балдар осындай көтеріліп, шабыты оянып жатқанда, өзіміздің қазағымыз сөйтіп көре алмаушылықтан, осындай балалардың аяқтарына балта шауып, қазақ өссін деп қуанудың орнына кер тартпалық жасайды. Осы себепті менің қызымның өнері жоғары шыңдалып, осындай көтеріле беруіне мен шын ниетпен тілектеспін. Бүкіл Қазақстан елінде әрбір өнерлі бала өзінің тұратын жерін үйістіп, суреттерін салып, өнерлерін шабыттана берсе, тіпті біз қазақ елі жоғарыға көтеріліп, мәпелеп, дами беретін шығармыз. Сол себепті мен шын ниетіммен алғыс айтамын. Осындай баламның бойында өнері болғанға, сіз сияқты адамдар келіп сұхбат алғанға, оған да Алла разы болсын. Ұлтты бөлгім келмейді, бірақ қазақ десең өзіңе тиіп кетеді. Бірақ басқа ұлттың адамдары болса қуанып, жаңағыдай сұхбат беріп жатыр. Мен оған да өзім қуанамын. Осындай сурет салғанға барлығы келіп қуанып, бүкіл подъездерде, бүкіл жерлерде болса екен. Бүгінде ПСК-ның бастығы келді, ол кісі де қуанды, бірақ бір айтатын кемшілік бар. Ойбай, қазақсыңдар ғой, ауыз бір болу керек дейді. Мен ешкіммен шаруам жоқ, ешкімді алақан жайып отқан жоқпын, Құдайға шүкір. Бірінші Аллаға рахмет етемін. Екінші өзіміздің еңбегіміздің арқасында осындай сурет салып, осындай балдар өссе екен. Әр баланың бойында талант, адамнан емес, ол Алладан берген тума таланттар. Осындай тума таланттарды қолдасақ, бұндай балдар бүкіл Қазақстан елін жоғарыға даңққа шығарады ғой. Осындай тума таланттарды көтеру керекпіз. Біз ешкімнен алақан жаймаймыз. Құдайға шүкірміз, 12 мүшеміз сау. Өзіміздің балдарымыздың бойында бар талантты біз шығармаса кім шығарады? Осындай аналар, осындай әкелер, осындай ағалар, осындай қарындастар, осындай інілер бар. Осындай балдар қаншама қор болмасын деп ешқайсысы түсінбейді тума талант. Тума талантты өз басымнан өткізсем өзім түсінемін. Осындай балаға демеу керек, осындай балдар қолдап жүрсе, бүкілі қосылып, бүкіл Қазақстанның өнерін көбейтсе, осындай әдемі жақтарға салса, бүкіл адам қызығар еді. Сол үшін мен шын ниетпен тілектеспін.
Менің қызым 2007 жылы 7 желтоқсанда дүниеге келді. Менің қызымның бойында бұндай өнерді мен 2014 жылы бастадым. Сездім. Сезгенде бірақ мен ойладым, бала ғой, оған көп мән бермейтін шығар. Жаңа деп өзі енді шыпақтап сурет алып салып жүретін еді. Бір күнде байқап отқам, телевизорда Даша дейтін бір мультик болатын еді. Сол қызды әдемілеп салған екен. Сосын мен қуандым да балама айтқанмын, мә балам, суретің қандай әдемі дедім. Сөйтіп ол бала өзімен өзі жүріп ешқандай үйірмеге ештеңе барған жоқ. Бір басында апарып мен өзім Маңғыстау өнер колледжіне дейтін Раиса Владимировнаға апарып едім. Қызым ояқта жақсы болып жүрген, бірақ ояқта да кішкене көре алмаушылық болды ма, баланың өзі ешкімге қосылмайды, ешкіммен сөйлеспейді, өзі отырып салатын еді. Онда да Гаухар Раисина қызы дейтін кішкене баланы түрткілеп бастады. Ол бала ешкімге қосылмайды, өзімен өзі отқанда ерекше жақсы көреді. Сол уақыттан бастап сосын қызымды шығарып алдым да өзіне керек заттарын алып бердім, форматын, затын. Марабаев атындағы 7-ші мектепте оқыды. Сол мектепті құдайға шүкір үздік оқумен тамамдады. Маңғыстау туризм колледжіне оқуға түсті. Онда да қолпаштаған жақсы кісілері болды. Сол кісілердің байқап өнері бар деген соң құлақ аспадым. Бірақ бала ғой, өзі ұмтылсын алға деп едім, бірақ биыл өнер балаға бойынан сол 2014 жылы мен байқап бастадым. Содан бастап қызымның шабыты оянып, биыл қолға алуға тура келді. Алла қаласа, құдайға шүкір деп отырмын, мен енді өзіне айтып отырмын. Құдай қаласа, осы баланың өнерін шынын айтқанда біздің Ақтаудың ішінде жақсы адамдар болса, жоғары жаққа да мен көрсеткім келеді. Қызымның өнерін қолдайтын, қолпаштайтын, көтермелейтін аға апалар болса, мен бұл өнерді тастағым келдірмейді. Бұны жоғары көтермелеп, одан сайын өнерін салғанды мен шабыттанамын. Енді бұл баланың өзі біріншіден жаңа қазақтың қыздары, шынын айтқанда бәрі қазаққа топырақ шашқым келмейді, бірақ өзіміздің ұлттық өнер ұмытылып кетпесін. Сондай бір өзінің бойында сондай бір өнер болды. Қазақтың қысына деген қайсарлық, мінез, өжеттілік болды. Сондай қазақтың қыздарының өнерлерін паш етіп көрсетемін деп сол үшін бастап салынды. Сосын Қожа Ахмет Яссауиға 2014 жылы осы өнер бастаған уақытта өзім алып бардым. Балам, Қожа Ахмет Яссауи атаңның басы мынандай. Сосын Арыстан бабтың басын көрсеттім. Бір күннің ішінде өзіне аян бердім, мама, мен осы стенкке сол Қожа Ахмет Яссауидің суретін салам деді. Салып бастап еді, менің кішкене көршім бұл жақта дөрекілік көрсеткен соң, бұл бала кішкене көп сөйлей алмай тұйықталып та, оны тоқтатып кетті де, қапталына қазақтың ақсақал шалдары, қазақтың қыздарына деген өнерді қалай қолпештеп көрсетеді. Сол себепті қасында қазақтың қыздарының бойында бар өнерді көрсетсе екен деп, бір құмалақ бүкілмай шіртпейді ғой деп, сол өнерді қайтадан бұл салып, сол Қожа Ахмет Яссауи атасының кесенесін салып, содан кейін кеше 2023 жылы мен өзім Стамбулға алып барғанмын. Сұлтан Ахмет мешітінің басына барып, сояқта сыйынып, сол қапталына сол оқыған медресені сонда суретін салды. Өзі көбінесе көп сөйлемейтін бала, бірақ сондай суреттерді көзбен көріп, өзі өнерді салғанды жақсы көреді. Мамандығы бұның қазіргі жаңағы әрлеуші, дизайнер, жаңа әрлеуші, тамақ пісіру жағынан да, сосын не қылды, кулинариялық кондитер дейді ғой, сондай. Мен бұл домда 25 жылдан бері тұрамын. 2002 жылы көшіп келгенмін, содан бері бұл жерде тұрып жатырмын. Енді кім қалай айтса да білмеймін, өзіме бұл үй ыстық. Өзімнің Аллаға шүкір, бірінші Алла, екінші анамның арқасы себепкері оған. Содан бері осы жерде мен тұрып жатырмын. 25 жылдан бері тұрамын, бірақ осы жердің бәрі шын айтқанда лас, бүлінген, адамдар көп тұрғысы келмейтін жер еді. Жайлап бірінші басын сырлап бастадым, одан кейін ол краскілер ұнамай бастаған соң әдемілеп, безендіріп, адам жалдап, әр затты жайлап істеп бастадым. Биылғы жылы Құдай деген шүкіршілік қылып, кішкене қаражатымды жинап, сосын жаңағы сырт жақты да әдемілеп, әшекейлеп, есік салдыртып, сол есіктерге де өнер салдыртып бастадым. Біздің бірінші Алла демеушіміз, жаратқан Алла Тағаланың демеушісі, қалғаны бәріміздің өзіміздің қолдаушымызда ешкімізде жоқ, бір Алламыз бар, тек өзіміздің маңдай теріміз соның арқасында салдық. Шынын айтқанда, есептеп шыққанда 1,5 миллионға шығын шығып тұр. Барлық зат 1,5 миллионға шықты. Оның астын біз бірінші қырғызған адамымыз бар, оған ақша беріп қол ақысын бердік, түкіргеннің бәрі ақша ғой деп, одан кейін оның үстіне масляный ақ красканы жаққыздық. Ол ақ красканың өзі 20 литрінің өзі 25 мың теңге тұрады. Соның өзі жетпей қалды. Оның өзінде біз заказға бердік. Жаңағы бір сайт компаниядан сол әкеліп беруі бар, оның кететін шығыны бар. Сөйтіп оның өзі 30 мыңға шықты. Сосын жаңа кисточкасы бар, щеткасы бар, тағы лак кетіретіні бар, жаңа жағатыны бар дегеннің барлығына сондай шығын шықты. Ол тек мен есептеп шегін алғаным. Шегін алмаған қайсы екенін бір Алла біледі. Ол стенкінің бәрі шаршап қалған стенкі. 45 жылдан бері ешкім ремонт жасамаған бұл подъезде. Соның бірінші алдына бұрын біз адам жалдаттық. Жаңағы ұлтты бөлмеймін, лезгин ұлттың адамын жалдаттық. Сол кісі бірінші оны қырды. Оны барып қырып, сосын маған шпаклевка жақты. Ол жерге 10 шпаклевка түсірдік. Сол 10 шпаклевканың тек қана 2-еуі қалды. Оны алдына бұрын жағып, оны 3 күн кептіреді. Кептіргеннен барып, оны стенкке
жаңағы масленитный краска бар екен, ол краска бұяқта жоқ екен. Сөйтіп оны заказ бердік. Оның бір үлкен 20 литр құтысының өзі 25 мың тұрады екен. Оны жоғарыға көтеріп берудің өзі 5 мың деді. Оған да келістік. Сөйтіп оны бірінші әрлеп сөйтіп дайындап алдық.